көрнекті ақын, жазушы, аудармашы, композитор, тарихшы. Шәкәрім Құдайбердіұлы Абай облысының Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде 1858 жылы 24 шілдеде дүниеге келген. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді, атақты болыс Аға Сұлтан Құнанбайдың екінші әйелі Ұлжаннан туған. Шәкәрім Абайдың немере інісі. Шәкәрім 7 жасында әкесінен айырылады. Шәкәрім атасы Құнанбай мен Абайдың тәрбиесінде болады. Шәкәрімнің «мені Абай тәрбиелеген» деген сөзі бар. Шәкәрімнің халықшылдығын оның алаш қайраткерлерімен байланысынан да көруге болады. Ұлт болашағы үшін күрескен Шәкәрім қайраткерлік тұлғасымен де, қаламгерлік қуатымен де аянбай ат салысады. Абайдың тарихи орындарды арала, сирек кітаптарды алып, біліміңді толықтыр деген аманатын орындап, Шәкәрім қажылыққа барады. Стамбулдың мұражайын 13 күн ақтарады. Шәкәрімнің көкірек көзі ашылады. Өмірге, әдебиетке көзқарас, танымы мен түсінігі жағынан Шәкәрімге ең жақын орыстың жазушысы Лев Толстой болғаны мәлім. Ол өзін Толстойдың шәкіртімін деп санаған. Тіпті Шәкәрім ұстазы Толстой сияқты өмірінің соңын елден оқшау жапан далада өткізді. Шәкәрімнің өмірінің соңғы жылдары заман қоспағымен әртүрлі қудалауды көп көріп, өзінің алдағы болашағына да күдікпен қарауға мәжбүр болады. Сол себепті өзін азан айтып қойған есімін де өзгертіп, Мұтылған деп ат қойды. Ешбір сотсыз сұраусыз ақынды айдалада атып өлтіріп, елсіздегі құдыққа көміп кетеді. 30 жыл өткеннен кейін Шәкәрімнің ұлы Ахат әкесінің сүйегін құдықтан қазып алып, Жидебайдағы Абай ағасының жанына әкеп жерлейді. Шәкәрімге қол тигізген қызыл жендеттер Шақпақ тауының баурайындағы Көргетаж адасында 1931 жылы 2 қазанында өлтірілді.